Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алаш қозғалысы 11 сыныпқа арналған. Сабағымыздың мақсаты қазақ халқы азаттық күресі тарихындағы алаш қозғалысының маңызын ашу. Сабақта қолданылатын тірек сөздер алаш қозғалысы, алаш партиясы, петиция, ұлттық идея, автономия. Сабағымыздың формасы саясат алаңы деп аталады. Оқушылармен сұхбат түрінде өтеді. Бұны енді оқушыларға тиімді болу үшін оларға арнайы тапсырма беріліп, өздерінің осы алаш қозғалысына байланысты сұрақтар берілді, толғандырып жүрген. Сол сұрақтармен жұмыс жасап көреміз. Бұны алып отқан себебіміз 11 сыныптар бұл тақырыпты біледі, жетік және көбірек меңгеру үшін осы саясат алаңында жұмыс жасайық деген оймен таңдап алып отырмыз. Бірінші беріліп отқан сұрағымыз алаш қозғалысының қалыптасуының алғы шарттары. Енді бұған тоқталатын болсақ, әрине Ресейдің ең бірінші отаршылдық саясатын атап кетуіміз керек. Ресейлік монархиялық жүйе Қазақстанда қиын жағдайдың қалыптасуына алып келді. Екінші жағдай, бірінші орыс революциясы. Бұл да қазақ даласына үлкен леп әкелді. Қазақ еліне ұлттық интеллигенциясының саясат сахнасына шығуы, осының бәрі алғы шарттарының қалыптасуына мүмкіндік берді. Бұл сұраққа оқушылар тарапынан мүмкін болатын жауапқа келетін болсақ, алаш қозғалысы 20 ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт азаттық қозғалысы. Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскери монархиялық басқару жүйесі, қазақ жерінің орыс мемлекеттің меншік етіп жариялануы, осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі, қазақ бұқарасының зорлық пен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы, осының барлығы күрес мәселесін күн тәртібіне қойды. Бірақ ендігі уақытта бұрынғыдай қару ұстап көтеріліске шығу нәтиже бермейтін еді. Қалыптасқан жаңа саяси ахуалға лайық жаңа күрес құралдары, әдіс, айла қажет болды. Ең негізгісі халыққа оның алдында тұрған негізгі мақсат мүдделерін түсіндіріп жеткізетін, сөйтіп оны заман талабына сай күрес құралдарымен қаруландырып, азаттық үшін қоғамдық қозғалысты бастап кете алатын мүлдем жаңа саяси әлеуметтік күшке сұраныс үлкен еді. Екінші сұрағымыз алаш қозғалысының ерекшелігі неде? Бұл сұраққа жауап беру үшін әрине біз кластер ұсынып отырмыз. Оқушылар осы кластермен жұмыс жасайды. Нақты тоқталатын болсақ, ең бірінші мақсаттары берілген, соларды айтуға тиіс. Қазақ елінің өзін-өзі басқару және біртіндеп дербес мемлекет құру ең бірінші мақсат. Келесі, қазақ жерлеріне қоныс аударуға шек қою. Бұл жаңа айттық, Ресейдің отаршылдық саясатының ең бір саласы болып деуімізге болады. Келесі, экономиканы дамыту мәселесі. Қазақ елін алға сүйреуден туындап тұр. Адам құқын қатыр тұту. Бұны да басты мақсаттардың бірі етіп қойды. Қазақ тілінің беделін арттыру жолында күресті басты мақсат. Сол кездің өзінде қазақ тілін мемлекеттік тілге деңгейіне жеткізу осы алаш қозғалысының алға қойған мақсаттардың бірі. Бұл жерді қорытындылауға тиіс болсақ, алаш қозғалысы қазақ халқы ұлт азаттық күресінің заңды жалғасы екенін біз басты назарда ұстауымыз керек. Алаштықтардың алғашқы саяси қадамы қандай болды деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ең бірінші орыс революциясы кезінде алаш қайраткерлері мынау петициялық қозғалысқа басшылық жасады. Бұл енді осы қоғамда жалпы қазақ елінде жаңа қозғалыс түрінің туындауына алып келген еді. Енді оның маңызына тоқталатын болсақ, петиция беру соның ішінде Қарқаралы петициясы 20 ғасырдың бас кезіндегі Қазақстанның саяси өміріндегі аса маңызды кезеңдердің бірі. Оларда қазақ қоғамының өмірлік маңызы неғұрлым өткір проблемалары нақты да қысқаша тұжырымдалған түрде баяндалды.
жоғары дәрежелі мемлекеттік органдардың атына петициялар жолдау қазақ халқының саяси сана сезімінің оянып күшейе түскенін көрсетті. Патша үкіметі қазақ халқының пікірімен санасуға мәжбүр болды. Петициялардың мәтінін жазғандар батылдық пен ұйымшылдықтың үлгісін танытты. Енді қандай нәтиже болды десек, әрине осы петициялық күрестің нәтижесінде қазақ қайраткерлері, қазақ өкілдері Думаның депутаты болып сайланды. Келесі алаштықтардың позициясы бұл 16 жылғы көтеріліс. Осыған байланысты сұрақпен жұмыс жасайтын болсақ, біз не айтар едік? Бұл жерде әрине тарихи құжатпен жұмыс керек. Осы тарихи құжатта көрсетілген алаштықтар Әлихан Бөкейхан бастаған Ахмет Байтұрсынов қазақ газетінде үндеу жарияланып, сонда өздерінің пікірлерін білдірді. Қандай пікір? Халыққа қан төкпеу керектігін, патшаның жарлығын орындау керектігін баса айтты. Нақты тарихи құжатта сол нақты берілген. Өйткені патша үкіметінің қолында күш бар. Мына кейінгі тарихи жағдай осының нәтижелерін көрсетті. Алаш қайраткерлерінің пікірін. Салдары қандай болды? Жазалаушы экспедициялар ұйымдастырылды. Бейбіт халыққа қарсы террор, жаппай туған жерден қуу, көтерілісшілердің жерлерін тартып алу, нәтижесінде Қытайға қоныс аудару, мал басының күрт азаюы, басқа да қиын жағдайлар әкеп соқты. Енді 1917 жылғы саяси дүрбелең кезінде алаш қайраткерлерінің көп жетістіктерге жетіп, үлкен саясат сахнасынан көріне білген білеміз. Бұл жерде партия құру мәселесі тұрды, оны шеше алды. Екі маңызды съезді атап өтуіміз керек. Бірінші жалпы қазақ съезі Орынбордағы және екінші жалпы қазақ съезі. Бірінші жалпы қазақ съезінде бізге белгілі Алаш партиясы құрылды. Мына жерде балаларға тапсырма ретінде берілсе, жауап беріп көрсек, құрылған жылына келетін болсақ, 1917 жыл шілде, қай жылға шейін, 1920 жылға шейін жұмыс жасады партия. Идеологиясы либерализм, антикоммунизм. Одақтастары антисоветтік. Партия баспасы өзімізге белгілі қазақ газеті. Төрағасы Әлихан Бөкейханов. Штаб пәтері Семей қаласында орналасқан болады. Өздерінің қазақ газетінде бағдарламаларын жариялап, ең маңызды мәселелер көтерілді. Ол міне беріліп тұр. Оқушыларға бұл анық болу керек. Мемлекет қалпы, бостандық, негізгі құқық. Және енді маңызды жетістіктері алаштықтардың Алашорда автономиясын құруы. Бұл сол кезде құрылған алғашқы қазақ мемлекеті деп айтуымызға болады. Оның төрағасы болып Әлихан Бөкейхан сайланды. Енді оқушыларды көп толғандыратын сұрақтың бірі, Қазан төңкерісін алаш серкелері неге қолдамады? Неліктен дейді? Әрине, кейінгі бүкіл кеңестік саясат осыны анық көрсетті. Алаш қайраткерлері сол кезден білді. Кеңестік саясаттың теріс жақтарын алдын ала болжай білді деуіміз болады. Аштық, геноцид қазақ халқына қарсы, қуғын сүргін, осының барлығын ол кісілер басынан болжап білген еді. Оны уақыт өзі көрсетті. Өмір шындығына айналды. Қазақ мемлекеті және алаштықтар деген сұрақ бар. Осыған қандай жауап айтар едік? Мынау 20 жылдарда алашордалықтар көп қазақ еліне қызмет етті. Соның бірі сол кездегі қазақ автономиясының, кейінгі қазақ мемлекетінің негізін айналған жерлердің дұрыс бөлініп қазақтарға қайтарылуына көп еңбек сіңірді деуіміз болады. Соның ішінде басты жұмыс жасаған алаш қайраткерлерінің қатарында болған Әлімхан Ермековті атап кетуіміз керек. Бұл жерде қорытындылап айтатынымыз, қазіргі қазақ жері сол кезде қалыптасып, бұған алаштықтар көп еңбек сіңіргені ол анық нәрсе. Келесі сұрағымыз, алаш қайраткерлерін танып болдық па? Әрине бұл жерде көп зерттеулер жүріп жатыр. Алаштықтар 20 ғасырдың басындағы
үлкен саяси әлеуметтік күш, ұлт зиялылар деуіміз болады. Әрқайсысы ұлттың руханиятын көтеруге бір кісідей атсалысып, көп еңбек сіңірді. Алаштықтардың көсем Марина Әлихан Бөкейханов жаңағы Алашорда автономиясының басшысы болды. Автономияны ұйымдастырушы партия төрағасы, төре тұқымынан. Ресейде білім алған, Ресейдегі сол кездегі саяси күштердің қатарында болып, үлкен саяси партиялардың мүшесі болып, Ресейдің құрамында Қазақстанды дамыту бастамасын көтеріп, кейін география саласында да үлкен еңбектер жасады. Думаға депутат болып сайланды Семей облысынан. Бірақ Ресей патша үкіметі тарапынан сол кездің өзінде алғашқы жылдарда көп қуғын-сүргінге ұшырады. Кеңес үкіметі тұсында да қатаң бақылауға алынып, Алашорда автономиясын құрды деген айыптаумен Мәскеуде қамауда болды. 1937 жылы атылып кетті. Алаш қайраткерлері әрине қазір зерттеліп жатыр. Әлихан Бөкейханов кім десек, егер Латын Америкасы үшін Симон Боливар қандай болса, Әлихан Бөкейханов қазақ үшін сондай тұлға. Егер Ататүрік қандай болса, Әлихан қазақ үшін сондай тұлға деп айтуымызға болады. Алаш қайраткерлері зерттеушілер көзімен осы сұраққа байланысты мына жерде кейінгі тарихшы зерттеушілеріміздің пікірлерін беріп отырмыз. Ең бірінші бұл жерде айта кетуіміз керек, ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деп Әлихан Бөкейханов өзі кезінде айтқан болатын. Мәмбет Қойгелді, әлекеңдер құрған ұлттық Алаш партиясындай партия бізде болған емес. Тұрсын Жұртбай көп зерттеуші, пікірі алашордашылардың мақсаты біртұтас қазақ мемлекетін құру еді. Алаш арыстары халқына адал қызмет етті. Өмірхан Әбдіманов ұлының пікірі қазақ газеті қазақ баспасөзінің мәңгілік көшбасшысы болып қала бермек. Біздің енді зерттеушілеріміздің пікірі Алаш қайраткерлері аңсаған тәуелсіздікке жетті дейді. Жаңағы айтқан қазақ жерінің шекарасына байланысты мемлекет қалыптастыруда Ермековтің еңбегі зор болып айтылды. Қорыта айтатын болса, Алаш қайраткерлері тарихи миссиясын толығымен орындады. Бүгінгі тақырып бойынша 8 сұраққа жұмыс жасадық. Осының барысында балалар өз пікірлерін қалыптастыруға тырысады. Мен осы форманы таңдау арқылы балалардың өз пікірін қалыптастыруға баса көңіл бөліп отырмын, және саясат алаңы деп алып отырғаным да сол. Болашақ саяси тұлға қалыптастыру үшін де маңызы зор. Әртүрлі енді әдіс тәсілдер, осының ішінде пікір алмасу, пікір сайыс элементтерін қолдануға болады. Және мынау зерттеушілік тарихи құжаттармен жұмысқа баса көңіл бөлінеді. Өйткені бұл маңызды. Архив құжаттарымен қазіргі зерттеуге көңіл бөліп, жаңағы тарихшы ғалымдарымыздың пікіріне де құлақ асады. Жалпы осы 11 сыныптың өзіне, деңгейіне сай жасалған дүние деп есептеймін. Балалар осы сабақта мақсатымызға жету үшін негізгі пікіріміз Алаш қозғалысы қазақ халқы ұлт азаттық күресінің асқар шыңы. Біз осыны қашанда есте сақтауымыз қажет. Назарларыңызға рахмет.